Ассалаумалейкум достар. Бұл видеороликте Python арқылы календарды шығаруды көрсетемін. Ол үшін ең алдымен жұмыс стөліме календар деген папка құрып алдым. Өзімнің Visual Studio кодымды ашамын. Осы жерге сол папканы белгілеп алайын. Календар деген папканы белгілеп алдым. Папканың ішіне файл құрайық. Календар Python расширениясымен Ctrl+S сақтап алдым. Енді импорт библиотеканы импорт жасайық. Календар бұл стандартты библиотека болып табылады. Жылын теңестірейік integerге input int едік, жылын жаз, айын мұны да integerге белгілеп input int month дейік. Енді календар month дейікті, осыған жыл мен айды белгілеп алып, енді календарды шығарсақ болады. Кетті. Көрейік. Start. Бізде мына шықты, жылын жаз дейді. 2024 дейік. Айы 3-ші ай дейік. Мінекей бізде календардың стандартты түрі шықты.